Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. 1989 жылы 22 қыркүйек күні тіл туралы заң қабылданған болатын. Содан бері Қазақстан халқы 22 қыркүйек күнін тілдер мерекесі ретінде тойланып келеді. Осыған орай біздің университет тіл мерекесі ұлттар ассамблеясының тынысы конкурсын ұйымдастыруда. Конкурстағы «Мен өз тілімді білемін, қазақ тілін құрметтеймін» деген тақырыпты таңдадым. Өзімді таныстырып өтсем, аты жөнім Нұрахметов Таурат. Мен Туран университетінің ағылшын бөлімінде халықаралық құқық мамандығы бойынша білім алып жатқан бірінші курс студентімін. Ұлтым ұйғыр. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Мен өзімнің ана тілімді білемін және қазақ тілін құрметтеймін. Сондай-ақ Қазақстанда тұрып жатқан өзге ұлт өкілдері қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде білуге міндетті деп санаймын. Қазақстанда түрлі ұлт өкілдері қазақтармен бірге тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Сондай-ақ республикамызда Қазақстан халқы ассамблеясы бар. Ол Қазақстан халқының ұлттық мәдениетінің, тілінің мен дәстүрінің өркендеуін, сақталуын және дамуын қамтамасыз етеді. Елімізде барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Мысалы, орыс, ұйғыр, корей, неміс, өзбек театрлары жұмыс жасайды. Мектептері, газеттері, телеарналары бар. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде еліміздегі барлық ұлтты ұйыстыруға қызмет етіп отыр.